Так, енді өзен көлдеріне келсек, біз ұбт-да қандай енді әлемде миллиондаған өзен мен көлдер бар. Біз оның бәрін жатқа біле алмаймыз. Дегенмен білуге тиіс деген өзен көлдерді тоқталып кетейік, иә. Алдымен өзендерден бастасақ. Әлемдегі ең ұзын өзен десек, ол бізде Ніл өзені. Ніл өзені. Бұл негізі былай деп келеді. Әлемдегі ең ұзын өзен Ніл өзені ақ және көк Нілдің қосылуынан пайда болады. Ақ Ніл, көк Ніл екеуі қосылған жерінде қалай айтсақ болады енді. Жалпы бұл Ніл өзенінің мынандай ерекшелігі де келуі мүмкін. Ніл ең ұзын өзен болғандықтан, оның жаңағы бұрын египеттіктер өте таң қалған, жаңағы жаздың соңында қатты ыстық кезде Ніл өзені таси бастайды екен. Оның себебі ол өте ұзын болғандықтан, мына бөліктегі жаңағы жаңбырлы кезеңдегі, экваторда жаңбырлы кезеңдегі су өте көп жауғандағы су, қалың су, көп су, жаңағы жаздың соңында ғана мына Египетке жетеді екен. Сондықтан ол жаңағы таң қалдырған адамдарды. Бұл не қылған құбылыс, мынандай ыстық құрғақшылық, Ніл өзені тасуда, неге тасуда деген. Сонда оның бастапқы суының ұзын болғандықтан жететін кезі тек жаздың аяғы екен. Яғни ең ұзын өзен Ніл өзенін білу керек, біз картадан тауып атын жазып қоямыз. Одан кейін Африкадан білу керекті өзеніміз ол Конго өзені. Бұл былай деп келеді, экваторды 2 рет кесіп өтетін өзен. Мінекей қарасаңыздар, ол экваторды 2 рет кесіп өтеді. Конго өзені. Бұл өзінің суының көптігі жөнінен әрине Амазонкадан кейін екінші орын алады. Мінекей Амазонка әлемдегі ең мол сулы өзен деп аталады. 500 саласы бар, жан-жағынан келіп құятын негізгі өзенге. Конго екінші орын суының молдығы жөнінен. Және экваторды 2 рет кесіп өтетін өзен деп келеді. Так, одан кейін қай өзенді білу керек біз? Ол әрине мынау тұрған не өзені? Замбези өзені. Бұл Африкадағы үлкендігі жөнінен 3-ші өзен болады. Және Замбези өзені ерекшелігі бұл жерде Виктория сарқырамасы орналасқан. Сонысымен келеді. Виктория сарқырамасы қай өзенде деген? Замбези өзенінде. Мінекей осы. Енді оңтүстік Америкадан қай өзенді білу керекпіз десек, ол әрине мына жердегі Парана өзені. Мінекей Ла-Плата ойпаты арқылы ағып өтетін, Атлант мұхитына келіп құятын Парана өзені. Бұл ең үлкен өзендерінің бірі. Одан кейін әрине мына жерде Ориноко өзені. Мінекей. Ориноко өзенінің ерекшелігі бұнда әлемдегі ең биік сарқырама Анхель орналасқан. Кітапта Чурун өзенінде деп келеді. Чурун Ориноконың саласы. Яғни сала деген сөз мына негізгі өзенге келіп құятын кішкентай өзенді айтады. Яғни Ориноко өзеніне келіп Чурун саласы құяды. Сол Чурунда Анхель деген әлемдегі ең биік сарқырама. Аты жазылып тұрады, атластан қарасаңыздар. 1054 метр биіктігі Анхельдің. 1054. Одан кейін келесі Солтүстік Америкаға келсек, әрине Солтүстік Америкадағы ең үлкен өзен ол Миссисипи. Миссисипидің бастауы деп келеді. Яғни Миссисипи басталады қай өзеннен десек, Миссури. Миссури өзенінен басталып, Миссури Миссисипиға келіп құяды. Миссисипи неке Мексика шығанағына келіп құятын Солтүстік Американың ең үлкен өзені. Одан басқа Солтүстік Америкада қай өзендерді білу керекпіз? Ол Колумбия мен Колорадо өзендері. Ол Тынық мұхиты алабына жатады. Тынық мұхитына келіп құяды. Колумбия, Колорадо өзендері. Осыны білу керекпіз. Одан кейін Солтүстік Америкадан Әулие Лаврентий өзені келіп жүреді. Әулие Лаврентий өзені мына тұрған ұлы көлдер деп аталады, 5 көл. Осы 5 көлді мына немен жалғастырады. Атлант мұхитымен жалғастырады. Оның осындай ерекшелігі бар. Әулие Лаврентий өзені өте мол сулы өзен. Мына ақш-тың, Канаданың алып жүк тиеген кемелері осы ұлы көлдерден осы Әулие Лаврентий өзені арқылы мұхитқа шығып, одан ары Европаға,
Жапонияға, басқа жақтарға жаңағы жүк тасымалдайды. Келесі енді Евразияға келсек, қай өзенді білу керекпіз? Европаның ең үлкен өзені Дунай. Дунай өзені Европадағы 9 мемлекетті басып өтеді. Қара теңізге келіп құяды, басталады Альпі тауларынан. Мына жерде Альпі тауларымыз бар. Содан Дунай өзені басталады. Жалпы өзендердің көпшілігі таулардан басталып, көлдерге немесе теңіз, мұхитқа келіп құяды. Келесі Европада тағы қай өзенді білуге тиіспіз десек, ең үлкен өзендердің бірі мына жерде Рейн өзені, Эльба өзені. Олар міне мына жаққа Атлант мұхитына барып құятын өзендер болады. Тағы қайсысы? Европадан негізінен келетін осы өзен. Дунай, Рейн, Эльба аталады. Енді ал мына Ресей жақтағы бөлігінде ең үлкен өзені десек, онда ол Волга болады. Волга өзені Каспий теңізіне солтүстіктен келіп құяды. Россия арқылы Ресейдің өзені толығымен Қазақстан жеріне кірмейді, бірақ қазақтар Еділ деп атап кеткен Еділ өзеніміз осы Волгамыз. Келесі енді Азияның өзендері десек, Азиядағы қай өзендер бізде ұбт-да жиі кездеседі? Біріншіден Азияның ең үлкен өзені деп кездеседі. Хуанхэ мен Янцзы өзендері Азиядағы ең үлкен өзендердің бірі, Қытай жерімен ағып өтеді. Хуанхэ және Янцзы өзендері келеді, және Амур өзені бізде келеді, Қытай мен Ресейдің шекарасындағы. Негізі мынандай дүниежүзілік картадан көрінбесе, материктің жеке картасын ашсаңыздар, онда анық көрініп тұрады. Және Үндістандағы әрине Үнді мен Ганг өзендері бізде өте жиі келеді. Сосын кейін мынау жердегі Тигр мен Ефрат, Месопотамия ойпаты арқылы ағып өтетін Тигр мен Ефрат, осы екі өзенді білу керекпіз. Және бұған қатысты былай деп келеді. Екі өзен аралығы деген мағынаны беретін ойпат қайсысы деп. Ол мына жердегі Месопотамия ойпаты. Екі өзеніміз жаңағы Тигр мен Ефрат өзені. Енді тарих сабағына бұл өзендер туралы білулеріңіз мүмкін. Ежелгі кезде бұл жерде мәдениет, өркениет өте жақсы дамыған. Тағы Азиядан қай өзен десек, әрине Обь өзені ертіс саласымен. Обь өзені бұған келіп біздің Қазақстан жеріміздегі ең үлкен өзен ертіс келіп құяды. Обь ертіспенен деп аталады. Өйткені ертіс Обьтың саласы. Ең үлкен өзен. Одан кейін әрине білу керек біз Енисей, бұл Ресейдің ең мол сулы өзен Енисей өзені. Одан кейін әрине Лена өзенін жақсы білу керек біз. Бұл Россияның ең үлкен өзендері. Тағы, енді Австралия десек, Австралиядағы ең үлкен өзен ол мына жерде Дарлинг өзені. Жалпы Австралия ең құрғақ материк болғандықтан, бұл жерде өзен көлдері өте аз. Өзенден соң Дарлинг пен Муррей өзені және Эйр көлі. Эйр көлі қызғылт түспен тұрады. Жалпы қызғылт түс нені береді десек, бұл картада егер көл қызғылт түспен тұратын болса, ол тұзды көл деген сөз. Ал егер көл мына сияқты көкшіл түспен тұратын болса, онда ол тұщы көл. Тұщы деген сөз тұзы жоқ, ал тұзды деген сөз ащы, яғни тұзды көл деген сөз. Енді көлдерімізге келетін болсақ, әрине білу керек біз мінеки мына тұрған Байкал көлін, өйткені ол әлемдегі ең терең көл, 1620 метр, Россияда орналасқан. Тектоникалық көлге жатады, яғни жердің қыртысындағы жарыққа су толып, содан пайда болса, ол тектоникалық көл. Одан кейінгі терең көл, мына жерде тұрған Танганьика. Танганьика міне жерде ұзақ жатқан. Танганьикада тектоникалық көл, себебі мына жерде Ұлы Шығыс Африка жарығы деген жарық бар плитада. Сол жарыққа су толып көл пайда болған, яғни ол Танганьика көлі, терең көлге жатады. Ең үлкен көл десек, әрине оны бәріміз білеміз, Каспий көлі. Одан басқа қандай үлкен көлдер? Мына жердегі ұлы көлдер деп аталады. Американың көлдері. О жердегі ең үлкен көлі, осы 5 көл ұлы көл, ең үлкен жоғарғы көл деп аталады. Жоғарғы. Одан басқа Мичиган, Эйр, Антария деген көлдеріміз бар.
оңтүстік Америкада аталатын, кездесетін көл ол Титикака деп аталады. Мінекей тау көлі, бұл былай деп келеді: әлемдегі ең биік тау көлі. Яғни тауда биіктер 3814 па метр биіктікте. Ең биік тау көлі Титикака. Бұл үндістердің несінен шыққан мағынасы, атауы Титикака. Балаларға қызық болып естіледі көбінесе. Мінекей. Одан кейінгі үлкен көлдердің бірі Африкадағы Виктория көлі. Оны әрине білу керек. Африкадағы ең үлкен көл десек, онда Виктория болады. Әлемдегі ең үлкен көл Каспий. Австралиядағы ең үлкен көл Ейр көлі. Жаңағы айтқанымыздай. Тағы қай көлдерді білу керек біз десек, Европадағы Женева көлін білуіміз керек. Женева көлі кездеседі. Ал сол сияқты әрине Қазақстанның көлдерін білу керек. Біз мына жерде тұрған Балқаш көлі, Арал теңізі. Жалпы теңізі деп, Каспий теңізі, Арал теңізі деп аталғанмен, бұлар теңіз емес, көл. Неге екенін себебі біз білеміз, өйткені ол мұхитпен жалғаспайды. Теңіз болу үшін суы мұхитпен жалғасып жату керек. Сонда ғана ол теңіз бола алады. Каспий мен Аралдың суы мұхитпен жалғаспайды. Ол толығымен континентпен қоршалып тұр жан-жағын. Сондықтан олар неге жатпайды? Теңізге. Жай ғана Арал теңізі деп аталады. Енді ол көлемі үлкен болғандықтан солай атаған. Арасында ол көл. Сонда көл болу себебі оның суы мұхитпен жалғаспайды деп айтамыз. Көл немесе теңіз екені оның аумағына, алып жатқан көлеміне қарамайды. Бұл мұхитпен жалғаса ма, жоқ па? Суы мұхитпен жалғасса теңіз, жалғаспаса көл. Әйтпесе мінекей Азов теңізі өте кіп-кішкентай, бірақ ол теңіз болып есептеледі.